Қайырлы күн, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін өте тез әрі дәмді пицца жасаймыз. Ол үшін бізге дайын қатпарлы қамыр, жұмыртқа, майонез, томат пастасы және де ірімшік қажет болады. Ірімшікті үлкен теркіден өткізіп, жұмыртқа мен томат пастасы мен майонезді жақсылап араластырып қоямыз. Қамырды орташа қалыңдықта жайып, формаға салып, осылай соуспен жағып шығамыз. Кейін пешімізге 160 градуста қамыры піскенше күтеміз. Менің жас каналыма тіркелуді ұмытпа. Қамырымыз қызарды, енді үстінен ірімшігімізді салып, тағы да 5 минутке пешке жібереміз. Балаларға осындай формада жасап бердім. Қалғанын дәл солай істейміз. Үлкен пиццаны алып шықтым. Иісі де, дәмі де керемет. Жан жақтарын жұмыртқамен жағып шығып, пешке 160 градуста қызарғанша пісіреміз. Баршаларыңызға ас болсын. Менімен бірге дайындаңыздар.